Сол түні бәрі өзгерді. Кейбір оқиғалар бір күнде басталады, бірақ оның салдары ұрпаққа дейін жетеді. Түн тыныш еді. Күздің қара суығы ауыл үстіне баяу түсіп жатқан. Алыстан иттердің үрген дауысы ғана естіледі. Аспанда ай көрінбейді, қараңғы қоюланып тұрған түн. Ал сол сәтте ескі Нива көлігі шаңды жолмен ауылдан қалаға қарай асығып келе жатты. Рөлерде Еркін, Айгүлдің нағашы ағасы. Ол әдеттегідей сабырлы адам болатын, бірақ бүгін көңілі ерекше көтеріңкі еді. Ауылдағы шаруасын ерте бітіріп, үйдегілерге айтпай қайтып келе жатқан. Таңертең балалар қуанып қалар, деп күлімсіреп қояды. Жанында отырған әйелі Күләш қалқып кеткен. Екеуі мүлде басқа тағдыр күтіп тұрғанын білмеді. Айгүлдің балалығы. Айгүл ауылдың қарапайым қыз еді. Үйдің ортаншы баласы. Әкесі малшы, анасы үй шаруасында. Үй кішкентай болғанымен ішінен жылылық кетпейтін. Қыста пештің жанында бәрі жиналып шай ішетін. Жазда аулада самауыр қойылатын. Бірақ кедейлік үнемі сезілетін. Айгүл кішкентайынан соны түсініп өсті. Сондықтан да ол ешқашан ата-анасынан артық нәрсе сұрамайтын. Мектепке ескі сөмкемен барады. Кейде сыныптағы қыздардың әдемі киімдерін көріп, іштей қызығатын. Бірақ сыр білдірмейтін. Өйткені анасы бір күн оған: "Қызым, байлық киімде емес, адамның тәрбиесінде", деген. Сол сөз Айгүлдің есінде қалып қойды. Тыныш қыз. Айгүл көп сөйлемейтін. Сыныптастары күліп ойнап жүргенде ол кітап оқып отыратын. Мұғалімдер оны жақсы көрді. "Бұдан жақсы адам шығады", дейтін. Бірақ Айгүлдің ішінде ешкімге айтпайтын арманы болды. Ол ауылдан кеткісі келетін, үлкен қалаға, оқуға, жақсы өмірге. Кей кештерде жалғыз далаға шығып, жұлдыздарға қарап ұзақ тұратын. "Бір күні мен де басқа өмір көрем", деп сыбырлайтын. Арман. Айгүлдің нағашы ағасының ұлы Арман ауылға анда-санда ғана келетін. Қалада оқиды. Айгүл алғаш оны 14 жасында басқаша байқап қалды. Бойы ұзын, сабырлы, көп күлмейді. Бірақ сөйлегенде адамның бәрі тыңдап қалатын. Сол жолы Арман ауылдағы суды тасып жүрген Айгүлге көмектесті. "Қой, ауыр ғой", деді шелекті алып жатып. Айгүл үндемеді, тек жүрегі біртүрлі соғып өткен. Бірақ ол кезде бұл жай ғана ұялу сияқты көрінді. Қалаға жол 9 сыныпты бітірген жылы Айгүл колледжге түсті. Бүкіл отбасы қуанды. Анасы тіпті жылап жіберді. "Қызым адам болады", деді көршілерге мақтанып. Бірақ қалада тұру мәселесі шықты. Сол кезде нағашы ағасы: "Бізде тұрсын, өз қызымыздай көреміз", деді. Сөйтіп Айгүл қалаға көшті. Бұл оның өміріндегі ең үлкен өзгеріс еді. Үлкен қала. Қала Айгүлге басында қорқынышты көрінді. Автобустар, көп адам, биік үйлер, айқай-шу. Ауылдың тыныштығына үйренген қызға бәрі бөтен еді. Бірінші күні тіпті жылап талды. Күләш жеңгесі жұбатып: "Басында бәріне қиын болады", деді. Ал Арман сырттай ғана бақылап жүрді. Бір үйдегі өмір. Уақыт өте, Айгүл үйрене бастады. Таңертең сабаққа кетеді, кешке үй жинайды. Кейде жеңгесіне көмектеседі. Арман да университеттен кеш қайтатын. Басында екеуі сирек сөйлесетін, бірақ бір үйде тұрған соң араласа бастады. Кейде әсиде екеуі ғана қалып қоятын. "Сабағың қалай?" "Жақсы." "Қалаға үйрендің бе?" "Аздап." Осындай қарапайым әңгімелер. Бірақ сол әңгімелердің арасында байқалмай бір жылылық пайда бола бастады. Айгүлдің ең ауыр уақыты кештер еді. Сабақтан кейін бәрі өз тірлігімен кетеді. Кейде өзін бөтен сезінетін. Бір күн ол бөлмесінде үнсіз жылап отырғанда есік қағылды. Арман. Қолында шоколад. "Мә", деді қысылып. "Не үшін?" "Жай, көңіл күйің жоқ сияқты." Айгүл алғаш рет жымиып күлді. Сол күннен кейін аралары өзгере бастады. Қыс келді. Күн ерте қараятын болды. Бір кеште жарық сөніп қалды. Күләш жеңгесі жұмыста, нағашы ағасы іссапарда. Үйде тек екеуі. Арман шам жағып әкелді. Ас үй іші күңгірт жарыққа толды. Айгүл сол сәтті кейін өмір бойы ұмытпайтын еді. Арман оған қарап ұзақ отырды. Бұрынғыдай емес, басқаша. Айгүл жүрегінің дүрсілін өзі естіп отырды. "Не болды?" деді қыз. "Білмеймін", деді Арман жай ғана. Сол түні екеуі ұзақ сөйлесті. Өте ұзақ. Армандар туралы, жалғыздық туралы, болашақ туралы. Тіпті кей үнсіздіктің өзі жылы еді. Сол күннен кейін Айгүл өзін өзгергендей сезінді. Арманды көрсе, жүрек соғады. Баусын күтеді. Үйге кешіксе, уайымдайды. Бірақ ол бұл сезіннен қорықты. Өйткені ол кім екенін
жақсы білетін. Арман оның жақын туысы. Сондықтан қыз өзін тоқтатуға тырысты. Арманнан қашқақтай бастады. Аз сөйлесті. Бірақ кей сезін қашқан сайын күшейеді. Бір күні кешке Арман оны аялдамадан қарсы алды. Қар жауып тұрған. Екеуі үнсіз келе жатты. Кенет Арман тоқтады. Айгүл? Иә? Саған бірдеңе айтайын ба? Не? Мен өзімді тоқтата алмай жүрмін. Айгүлдің жүрегі тоқтап қалғандай болды. Олай айтпа, деді ол ақырын. Білем, болмайтынын білем. Онда неге айтасың? Арман көзін төмен түсірді. Өйткені күнде ішімнен жанып жүрмін. Айгүл сол түні ұйықтай алмады. Келесі айлар өте ауыр өтті. Екеуі бір-бірінен қашуға тырысты. Бірақ бір үйде тұрып, бұл мүмкін емес еді. Кейде көздері түйісіп кетсе, екеуі де үндемей қалатын. Күләш жеңгесі де бір өзгерісті сезе бастады. Бірақ нақты ештеңе байқамады. Уақыт өтті. Айгүл 3-ші курсқа өтті. Ол бұрынғыдан да сұлу болып кеткен. Ал Арман университетті аяқтап жұмыс істей бастады. Бірақ олардың арасындағы сезім өшпеді. Керісінше күшейді. Қыстың суық күні еді. Нағашы ағасы мен жеңгесі ауылға бірнеше күнге кететін болды. Үйге қараңдар, деді Еркін. Жарайды, деді Арман. Үйге екеуі ғана қалды. Алғашқы күні бәрі қалыпты өтті. Екінші күні де, ал үшінші күні. Түнде қатты боран басталды. Жарық сөніп қалды. Үй суық кетті. Айгүл қорқып кеткен. Арман көрпе әкеліп берді. Тоңып қаласың, деді. Сол түні олар тағы ұзақ сөйлесті. Өмір туралы, махаббат туралы, қорқыныш туралы. Сосын үнсіздік орнады. Ал кейде үнсіздік адамның тағдырын бұзады. Таңға жақын сырттан көлік дауысы естілді. Еркін ауылдан ерте қайтып келген. Ол үйге күлімдеп кірді. Бірақ бөлме есігін ашқанда күлімсіреу жоғалды. Төсекте Арман мен Айгүл бірге жатқан еді. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Бөлме үшін ауыр үнсіздік басты. Еркін есік алдында қатып қалғандай тұрды. Көздері төсектегі екеуден айырылар емес. Күләш те артынан кіріп келіп, көріністі көрген сәтте аузын қолмен жауып қалды. Жоқ. Айгүл орнынан атып тұрды. Қолдар дірілдеп кеткен. Арман да үндемей отыр. Ешкім не айтарын білмеді. Тек қабырға сағатын тықылы естіледі. Сол сәт бәрінің өмірін екіге бөлерген еді. Оған дейінгі өмір және одан кейінгі өмір. Бірінші болып Еркін айқайлады. Сендер ақылдан адастыңдар ма? Даусы бүкіл үйді жаңғыртты. Айгүл селк етіп жылап жіберді. Кешіріңіз, деді дірілдеп. Бірақ Еркін оны тыңдайтын жағдайда емес еді. Сен маған қызындай едің ғой. Арман орнынан тұрды. Әке, үндеме. Арман өмірінде әкесін дәл бұлай көрмеген. Көзінде ашумен бірге қорқыныш та бар еді. Өйткені Еркін дәл қазір тек әке емес, әулеттің намысын ойлап тұрған адам болатын. Сол түні ешкім ұйықтамады. Төртеуі ас үйде отырды. Шамның әлсіз жарығы ғана жанып тұр. Айгүлдің көздері ісіп біткен. Күләш кейде оған қарап аяп кетеді. Бірақ ашуы басылар емес. Қалай бұған бардыңдар? Деді ақын. Айгүл үндемеді. Ал Арман баяу. Мен оны жақсы көрем, деді. Сол сөзден кейін Еркін жыдырғын үстелге бір қойды. Бұл махаббат емес. Әке, жақын туыссыңдар сендер. Үй іші қайта тынышталып қалды. Айгүл басын төмен түсіріп отырды. Ол өзін ең жаман адамдай сезінді. Анасының үміті, әкесінің сенімі, барлығы көз алдында тұрғандай. Мен бұлай болады деп ойламадым, деді ол жылап. Күләш күрсінді. Қызым, сезім бәрінде болады. Бірақ адам өзін тоқтата білуі керек. Сол сөз Айгүлдің жүрегіне қадалып қалды. Арман үнсіз отырды. Бірақ ішінде дауыл болып жатты. Ол өз сезімнен шаршаған. Қанша қашса да Айгүлді ұмыта алмаған. Өзін жек көрген күндері де болды. Тіпті бір кезде басқа қызбен сөйлесіп көруге тырысқан. Бірақ бәрібір ойы Айгүлге кететін. Сол үшін өзінен қорқатын. Түннің ортасына қарай Еркін сабырға келе бастады. Тыңдаңдар, деді ауыр дем алып. Бұл болған нәрсе ұмытылуы керек. Екеуі үнсіз тыңдап отыр. Бүгіннен бастап араларында ештеңе болмайды. Арман көзін жұмып алды. Әке? Жоқ, мен сендердің болашақтарыңды құртқым келмейді. Күләш те қосылды. Уақыт өтеді, ұмытасыңдар. Айгүл сол сәтте шынымен бәрін тоқтатуға тырысамын деп ойлады. Бірақ жүрек кейде ақылды тыңдамайды.
Келесі күндер өте ауыр өтті. Үйдің іші суып кеткендей. Бұрынғыдай әңгіме жоқ, күлкі жоқ. Айгүл сабаққа кетеді де тез қайтып келеді. Арман да үйде аз болуға тырысады. Бірақ ең қиыны бір-бірін көріп еді. Көздері түйіссе болды, іштегі сезім қайта оянатын. Еркін ең қатты неден қорықты? Ауыл адамдарының сөзінен. Өйткені ауылда мұндай нәрсе тез тарайды. Ал сөзден ауыр нәрсе жоқ. Біреу естісе болды. Пәленшенің үйінде сұмдық болыпты. Жиені мен баласы. Сол ойдың өзі Еркінді шошытатын. Бір кеште Айгүл чемоданын жинай бастады. Күләш байқап қалды. Қайда барасың? Жатақханаға шығам. Ақшаң бар ма? Айгүл үндемеді. Жоқ екенін өзі де білетін. Күләштің жүрегі ауырып кетті. Қанша ренжісе де қызды аяйтын. Әлі асығыс шешім қабылдама, деді жай ғана. Сол түні Арман Айгүлді алда тоқтатты. Суық жел соғып тұр. Сен шынымен кетесің бе? Басқа амал жоқ. Менсіз кете аласың ба? Айгүлдің көзіне жас толды. Қиын. Арман жақындап келді. Онда кетпе. Біздікі дұрыс емес. Білемін. Онда неге бәрібір тоқтамайсың? Арман ұзақ үнсіз қалды. Сосын сыбырлап, өйткені мен сенсіз өмірді елестете алмаймын. Айгүл сол сәтте бәрі бітетінін сезді. Бір апта өтті. Бәрі тыныш сияқты көрінді. Еркінде балалар түсінді деп ойлады. Бірақ бір таңертең Арман жоқ болды. Айгүлде. Бөлмесінде тек хат қалған. Күләш бірінші болып тауып алды. Қолдары дірілдеп хатты ашты. Біз кешірім сұраймыз. Бірақ бөлек өмір сүре алмаймыз. Іздемеңіздер. Күләш орындыққа отырып қалды. Ал Еркін ашудан қабырғаға жұдырықпен ұрды. Ол кезде телефон жоқ. Байланыс қиын. Еркін барлық таныстарына хабар жіберді. Ауылдарға адам жіберді. Теміржол вокзалдарын қарады. Бірақ еш із табылмады. Айгүлдің әкесі келгенде жағдай тіпті ауырлады. Қызынды қайда жібердіңдер? Екі жақтың арасында ұрыс шықты. Айгүлдің анасы тек жылай берді. Қызым аман болса екен. Ал сол кезде Арман мен Айгүл мүлде басқа өмір бастап жатқан. Олар шағын қалаға барып, арзан пәтер жалдады. Бөлме суық, жиһаз ескі, ақша өте аз. Бірақ екеуі алғаш рет ешкіммен жасырынбай бірге отырғанына бақыт деді. Сол түні Айгүл Арманның иығына басын қойып, біз дұрыс істедік пе деп сұрады. Арман бірден жауап бере алмады. Өйткені ол да қорқып жүрген. Бірақ бәрібір. Бірге болсақ бәрін жеңеміз, деді. Ал тағдыр оларға әлі қандай сынақ дайындап тұрғанын екеуі де білмеді. Махаббат үшін бәрінен бас тартуға болады деп ойлаған еді олар. Бірақ шынайы өмір махаббаттан әлде қайда қатал болатын. Таңертең Айгүл көзін ашқанда, алғашқы секундтарда қайда жатқанын түсінбей қалды. Төбесі аласа. Қабырғаның сылағы түсіп кеткен. Терезеден суық кіріп тұр. Сосын бәрі есіне түсті. Олар қашып кеткен еді. Арман жанында ұйықтап жатыр. Айгүл оған ұзақ қарап жатты. Кеше ғана бәрі басқа еді. Нағашысының үйі, сабақ, қалыпты өмір. Ал қазір олар ешкімге керек емес екі жас сияқты. Олар барған қала кішкентай болатын. Ешкім танымайды. Ешкім сұрақ қоймайды. Сол үшін таңдаған. Арманның аздаған жинаған ақшасы ғана бар еді. Соған ескі жатақхана секілді үйден бір бөлме жалдады. Бөлмеде тар төсек, сынған шкаф, кішкентай үстел ғана болды. Дәретхана сыртта, ас үй ортақ. Бірақ Айгүл алғашында бәріне шыдауға дайын еді. Өйткені Арман жанында болатын. Бірнеше күн екеуі бөлмеден шықпай жүрді. Қорқыныш, ұят, белгісіздік, бәрі араласып кеткен. Айгүл кейде бізді іздеп жатқан шығар дейтін. Арман үндемейтін. Өйткені ол да ойлайтын. Әкесін, анасын, үйін. Бірақ кері қайтуға батылы жетпеді. Бір аптадан кейін шын өмір басталды. Ақша азайып бара жатты. Арман жұмыс іздей бастады. Бірақ дипломы толық бітпеген. Таныс жоқ. Соңында құрылысқа уақытша жұмысқа тұрды. Кешке шаршап келетін. Қолдары цемент, киімі шаң. Айгүл оны көріп іштей жылайтын. Өйткені Арман бұрын мұндай ауыр жұмыс істемеген. Бір күні Арман ұйықтап жатқанда Айгүл ұзақ қарап отырды. Мүмкін мен оның өмірін құрттым ба? Сол ой маза бермейтін. Егер ол бұл үйге келмесе, егер сезіміне ерік бермесе, бәлкім бәрі басқаша болар ма еді? Ал ауылда жағдай мүлде ауыр еді. Айгүлдің анасы күнде жылайтын болды. Көршілер де ести бастады. Сыбыр көбейді. Қашып кетіпті. Өз нағашысымен ғой. Масқара. Айгүлдің әкесі ашудан ешкіммен сөйлеспей кетті. Ал Еркін
өзін кінәлады. Неге байқамадым? Күләш түнде жастығын құшақтап жылайтын. Өйткені қанша ашуланса да, Арман оның баласы. Қыс күшейе түсті. Бөлме өте суық болды. Кей түндері екеуі бір көрпеге оранып отыратын. Пеш дұрыс жанбайды. Терезеден жел кіреді. Айгүлдің қолдары мұздап кететін. Сонда Арман оны құшақтап, аз қалды, бәрі жақсы болады, дейтін. Бірақ оның өз даусында да сенім аз еді. Жатақханадағы адамдар әртүрлі болатын. Біреуі арақ ішеді, біреуі ұрсады, біреуі түнде айқайлайды. Айгүл бұрын мұндай өмір көрмеген. Басында қорқатын, кейде ауылын сағынатын, анасының шайын, үйдегі пештің иісін, інілерінің күлкісін. Сонда үнсіз жылайтын. Бір кеште Арман жұмыстан кеш келді. Шаршаған, ашулы. Айгүл, тамақ суып қалды, деді жай ғана. Сол кезде Арман аяқ астынан, күнде осы, ақша жоқ, жұмыс ауыр, мен де адаммын ғой, деп айқайлап жіберді. Айгүл шошып кетті. Өйткені ол Арманды мұндай көрмеген. Бөлме іші үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін Арман басын ұстап отырып қалды. Кешір. Айгүл үндемей жылап жіберді. Сол күні екеуі алғаш рет шынайы өмірдің салмағын сезінді. Бұрын олардың сезімі әдемі көрінетін. Жасырын кездесулер, ұзақ әңгімелер, толқу. Ал қазір жалдау ақысы, тамақ, суық, шаршау. Махаббаттың үстіне өмірдің ауырлығы түсе бастады. Бір күні Айгүл өзін нашар сезінді. Таңертең жүрегі айниды, басы айналады. Алғашында суық тиген шығар деп ойлады. Бірақ бірнеше күннен кейін шындықты түсінді. Қолдары дірілдеп кетті. Кешке Арман келгенде ұзақ үндемей отырды. Не болды? Деді ол. Айгүл ақырын ғана. Менің аяғым ауыр сияқты. Арман қатып қалды. Бөлме іші тып-тыныш болды. Тек сырттағы желдің дауысы естіледі. Арман бірден ештеңе айтпады. Терезеге қарап ұзақ тұрды. Өйткені бұл жаңалық бәрін өзгертетін еді. Бір жағынан қорқыныш, екінші жағынан іштей қуаныш та бар. Өйткені бұл олардың баласы. Бірақ бәл сол сәтте оның басына басқа ой келді. Ал егер ол ойды дауыстап айтуға қорықты, бірақ екеуі де түсінді жақын туыстықтың қаупін. Сол түні олар ұзақ сөйлесті. Мүмкін біз қателестік, деді Айгүл жылап. Арман бірден жауап бермеді. Қазір оны ойлағаннан не өзгереді? Мен қорқамын. Мен де. Айгүл алғаш рет Арманның да қорқып жүргенін анық сезді. Ол бұрын өзін мықты көрсететін, бірақ ішінде ол да бала сияқты абыржып жүрген еді. Келесі күні Айгүл дәріханаға жалғыз барды. Жол бойы басын төмен түсіріп жүрді. Өзін адамдардың бәрі айыптап қарап тұрғандай сезінді. Тест алған кезде қолдары дірілдеп кеткен. Үйге келіп ваннада ұзақ отырды. Екі сызық. Айгүл жылап жіберді. Біз енді ата-ана боламыз. Кешке ол тестті Арманға көрсетті. Арман үнсіз қарап тұрды. Сосын баяу ғана Айгүлді құшақтады. Не болса да бірге көтереміз. Айгүл сол сәтте алғаш рет аздап тынышталғандай болды. Бірақ тағдыр оларға әлі де тыныш өмір беруге дайын емес еді. Бірнеше айдан кейін ауылға сыбыс жетті. Айгүл жүкті екен. Бұл хабар екі отбасыға да найзадай тиді. Айгүлдің әкесі ашудан, менің енді ондай қызым жоқ, деді. Ал анасы талып қала жаздады. Күләш түнімен жылады. Ал Еркін үнсіз отырып қалды. Өйткені енді бәрі шындыққа айналған еді. Сол күндері Айгүл анасына хат жазды. Ұзақ, көз жасымен. Апа, мені кешіріңіз. Мен сіздерді ұятқа қалдырғым келген жоқ. Бірақ хаттың соңын жаза алмай ұзақ отырды. Өйткені ең ауыр нәрсе анаңның көмінін қалдыру. Хатты жіберді, бірақ жауап келмеді. Бір апта, екі апта, бір ай. Ештеңе жоқ. Айгүл күнде пошта жәшігін қарайтын. Соңында бәрін түсінді. Олар одан теріс айналған еді. Сол түні Айгүл терезе алдында ұзақ отырды. Қар баяу жауып тұр. Ол ішін ұстап, балам, біз дұрыс істедік пе? Деп сыбырлады. Ал ішіндегі сәби үнсіз еді. Кейде адам махаббат үшін үйінен кетеді. Бірақ уақыт өте келе, ең қатты сағынатыны сол үйдің жылуы болады. Бірақ Айгүл үшін күндер бұрынғыдан да ауыр өтіп жатты. Жүктілік күшейген сайын оның денсаулығы нашарлай бастады. Таңертең жүрегі айниды. Кейде күні бойы ештеңе жей алмайтын. Ал олардың ақшасы күн сайын азайып бара жатты. Арман бұрынғыдай емес еді. Ол қатты шаршайтын болды. Таңертең ерте кетеді, түнде кеш келеді. Кейде тамақ ішпей жатып ұйықтап қалады. Бір күн Айгүл оның қолына қарап шошып кетті. Терісі жарылып кеткен. Суықтан, цементтен.
Айгүлдің жүрегі ауырды. Жұмысында ауыстыршы. Арман басын шайқады. Қазір қандайтын жағдай жоқ. Кей күндері үйде дұрыс тамақ болмайтын. Айгүл шай мен нанға қарап отырып жылайтын. Өйткені ішінде бала бар, ал өзі дұрыс тамақтана алмай жүр. Бір күні соңғы ақшаларына тек бір бөлке нан мен картоп алды. Сол кеште екеуі үнсіз отырып тамақ жеді. Айгүл кенет: "Біз бақыттымыз ба?" деп сұрады. Арман жауап бере алмады. Жатақханада Зоя деген үлкен кісі тұратын, жалғыз. Мінезі қатал көрінгенмен жүрегі жұмсақ еді. Бір күні ол Айгүлдің жылап отырғанын көріп: "Қызым, сен жүкті екенсің ғой", деді. Айгүл үндемеді. Сосын бәрін айтып беріп қойды. Зоя ұзақ тыңдады. Айыптамады, тек күрсінді. Өмір кейде адамды қиын жолға итереді. Сол күннен кейін кейде оларға сорпа әкеліп беретін болды. Айгүл ол әйелді кейін өмір бойы ұмытпайтын. Көктем келе бастады. Бір күні терезеден жаңбыр дыбысын естігенде Айгүлдің есіне ауылы түсті. Көктемдегі иіс, лай кешкен балалар, анасының бауырсағы. Сол сәтте ол қатты жылап жіберді. "Мен үйді сағындым." Арман үнсіз құшақтады. Өйткені өзі де сағынып жүрген. Бір күні жұмыста бірге істейтін адам сұрады: "Сенің әйелің қай жақтан?" Арман сасып қалды. Өйткені ол бәрінен қорқатын. Біреу біліп қоя ма деп, біреу айыптай ма деп. Сол күннен кейін ол тіпті тұйықталып кетті. Сол түні Айгүл оянғанда Арман ұйықтамай отырғанын көрді. Терезеге қарап отыр. "Не ойлап отырсың?" Арман баяу: "Болашақта." "Өкінесің бе?" Ұзақ үнсіздік болды. "Сен емес, бірақ бәрі басқаша болғанын қалар едім." Бұл сөз Айгүлдің жүрегін ауыртып өтті. Жаздың басында Айгүлдің толғағы басталды. Түн, сыртта жаңбыр жауып тұр. Айгүл ауырғаннан жылап жіберді. Арман абыржып қалды. Жедел жәрдем шақыруға ақша да жоқ. Соңында көрші Зоя көмектесті. Такси тоқтатып, ауруханаға бірге алып кетті. Дәрігерлер суық қабылдады. Құжат сұрады. Сұрақ көп. Айгүл өзін ұятты адамдай сезінді. Бір медбай кетіпті: "Жас қыздар қайдағын істеп?" деп күңкілдеді. Айгүл көз жасын тыя алмады. Таңға жақын сәби дүниеге келді. Ол кішкентай, әлсіз жылаған дауыс шықты. Айгүл алғаш баласын құшағына алғанда бүкіл ауырлықты ұмытып кеткендей болды. Жылап тұрып: "Балам", деп қайталай берді. Арман да көз жасын жасыра алмады. Сол сәтте екеуі алғаш рет шынайы, отбасы сияқты сезінді өздерін. Бірақ қуанышпен бірге қорқыныш та келді. Дәрігерлер тексеріп жатқанда Айгүлдің жүрегі тоқтап қала жаздайтын. Балада бірдеңе бар ма? Өйткені ол интернет оқымағанмен адамдардан естіген. Жақын туыстардан, туған балалар туралы қорқынышты әңгімелер. Бірақ дәрігер "бала сау сияқты" дегенде ғана тынышталды. Айгүл сол түні алғаш рет Аллаға ұзақ жалбарынды. Ұлдарының атын Нұрсұлтан қойды. Жарық болсын деген ниетпен. Арман баласын қолына алып ұзақ отырды. "Мен сен үшін бәрін істетемін", деді сыбырлап. Бірақ өмір әлі де оларды сынауын тоқтатпаған еді. Бала туғаннан кейін бәрі тіпті қиындады. Жөргек, сүт, дәрі, бәріне ақша керек. Айгүл кейде өзі тамақ ішпей, баласына сүт болсын деп су ғана ішетін. Арман екі жерде жұмыс істей бастады. Кейде 3 күн қатарынан дұрыс ұйықтамайтын. Бір кеште бала тоқтамай жылады. Айгүл де шаршаған, Арман да жүйкесі тозған. Кенет Арман айқайлап жіберді: "Мен шаршадым." Бөлмеше қатып қалды. Нәресте де шошып тыныштап кетті. Айгүл көзіне жас алып: "Мен де", деді. Сол сәтте екеуі де бір-бірінің қаншалық шаршағанын түсінді. Бір күні күтпеген жерден хат келді. Күләштен. Айгүлдің қолдары дірілдеп ашты. "Қызым, ренішіміз көп. Бірақ сен бәрібір бізге жат емессің." Айгүл оқып отырып жылады. Хаттың ішінде кішкентай ақша да бар еді. Сол ақша сол айда оларды аш қалудан құтқарды. Бірақ еркін әлі сөйлеспейтін. Арман бірнеше рет хат жазды. Жауап жоқ. Әкесінің үнсіздігі оны іштен жеп бітіріп бара жатты. Нұрсұлтан 1 жасқа толғанда олар кішкентай торт алды. 3 ғана отырды. Кішкентай бөлме, арзан шам. Бірақ сол кеште Айгүл өзін аз уақытқа бақытты сезінді. Баласы күліп отыр. Арман да жымияды. Сол сәтте Айгүл "бәлкім бәрі түзелер" деп ойлады. Бірақ тағдырдың ең ауыр сынағы әлі алда болатын. Уақыт өтсе де, адам туған жерін ұмытпайды. Ал кейбір адамдар туған жеріне қайтуға қорқады.
Нұрсұлтан 2 жасқа толғанда Арман қатты өзгеріп кеткен еді. Бұрынғы жайдары мінез азайған, көбірек үндемейтін болды. Кейде түнде ұйықтамай отырады. Айгүл оның не ойлап жүргенін түсінетін. Ол үйін сағынған, анасын, әкесін, ауылын. Бірақ ең қиыны кінә сезімеді. Бір күні кешке жаңбыр жауып тұрды. Нұрсұлтан ұйықтап қалған. Айгүл шай құйып отырғанда Арман кенет: «Мен ауылға барғым келеді», деді. Айгүлдің қолы тоқтап қалды. «Қазір ме?» «Білмеймін. Бірақ осылай жүре алмаймын». Айгүл жүрегінің қалай қысылып кеткенін сезді. Өйткені ол да қайтқысы келетін. Сонымен бірге қорқатын. Егер қабылдамаса ше? Арман ащы күліп жіберді. Қазірдің өзінде қабылдап отырған жоқ қой. Айгүл үндемеді. Бұл сөздің ішінде шындық бар еді. Олар бірнеше жыл бойы өздерін әлемнен бөлек өмір сүргендей сезінді. Сол күндері Айгүл тағы жүкті екенін білді. Бұл жаңалық оны қуантқан жоқ, қорқытты. Өйткені бірінші баланы өсірудің өзі қиын болып жатқан. Бірақ Арман оны құшақтап: «Бәрі жақсы болады», деді. Айгүл сол сөзге сенгісі келді. Бір күні Арман жұмыстан келе жатса, алдынан ауылдың бір танысы шыға келді. Екеуі де аң-таң. «Арман?» Арман не істерін білмей қалды. Әлгі кісі ұзақ қарап тұрды. Сосын: «Анаң ауырып жүр», деді жай ғана. Сол сөз Арманды қатты шайқады. Сол түні Арман ұзақ отырды. Көз алдында анасы. Күләш оны кішкентайынан қатты жақсы көретін. Жұмысқа кетсе, артынан қарап тұратын. Университетке түскенде жылаған. Ал қазір ұлын бірнеше жылдан бері көрмеген. Бір аптадан кейін Арман: «Барамыз», деді. Айгүлдің жүрегі дүрсілдеп кетті. «Шынымен бе? Қанша қашамыз?» Айгүл үндемеді. Өйткені бұл күннің бәрібір келетінін іштей білетін. Ауылға баратын автобус ескеді. Жол ұзақ. Нұрсұлтан терезеге қарап отыр. Айгүлдің іші көрініп қалған. Жүрегі тыныш емес. Автобус ауылға жақындаған сайын тынысы тарылып бара жатты. Автобус тоқтағанда Айгүлдің көзіне жас келді. Ештеңе өзгермегендей. Сол көшелер, сол шаң, сол иіс. Бірақ өзі өзгерген. Өте қатты. Оларды бірінші болып көрші әйел көрді. Қатып қалды. Сосын үй жаққа қарай асығып кетті. Ауылда жаңалық желден тез тарайды. Бір сағат өтпей бәрі білді. «Келіпті, баламен». Айгүлдің тағы аяғы ауыр екен. Сыбыр қайта басталды. Үйдің қақпасы ашылғанда Күләш сыртқа шықты. Арман анасын көріп қатып қалды. Шашына ақ кірген, өңі шашаңқы. Күләш алғашында ештеңе айта алмады. Тек көзінен жас ағып кетті. «Анашым». Күләш келіп баласын құшақтап жылады. Сосын Айгүлге қарады. Айгүл басын төмен сүрді. Бірақ Күләш оны да құшақтап алды. «Тірі екенсіңдер ғой». Сол сәтте Айгүл шыдай алмай жылап жіберді. Бірақ еркін үйде отыр еді. Олар кіргенде ол орнынан тұрмады. Тек үнсіз қарады. «Арман». «Әке». Жауап жоқ. Нұрсұлтан атасына қызық қарап тұр. Сол сәтте Еркіннің көзі балаға түсті. Кішкентай немересі, өз қаны. Еркіннің жанары жұмсарып кеткендей болды. Бірақ бәрібір үндемеді. Келесі күндері ауыл адамдары келе бастады. Бірі қызықтап, бірі аяп, бірі өсек үшін. Айгүл өзін қайтадан сотталып жатқандай сезінді. Әйелдер кейде әдейі қатты сөйлейтін. Жастар қазір шектен шыққан. Құдай сақтасын. Айгүл бәрін еститін, бірақ үндемейтін. Бірақ кішкентай Нұрсұлтан бәрінің жүрегін жібітті. Аққұба үнемі күліп жүреді. Еркінде бірте-бірте оған үйрене бастады. Бір күні бала жүгіріп келіп: «Ата!» деп құшақтап алды. Сол сәтте Еркіннің көзіне жас келді. Өйткені қанша ашуланса да бұл өз немересі. Ең ауыр кездесу кейін болды. Айгүл өз үйіне барды. Анасы есік ашқанда бірден жылап жіберді. «Қызым». Екеуі ұзақ құшақтасып тұрды. Ал әкесі сыртта үнсіз отырды. Айгүл жақындап: «Әке, кешіріңіз». Әкесі ұзақ үндемеді. Сосын: «Тірі жүргеніңе шүкір», деді ғана. Бірақ оның даусының ішінде қанша ауырлық жатқанын Айгүл сезді. Күзде Айгүл екінші баласын дүниеге әкелді. Тағы ұл. Арман қуанды. Өйткені іштей тағы да қорқып жүрген. Балалар аман бола ма деген қорқыныш
екеуін де ешқашан тастамаған. Ұлдарының атын Данияр қойды. Уақыт өте, бәрі біртіндеп тыныштала бастады. Арман ауыл мен қала арасында жұмыс істеді. Айгүл балалармен жүрді. Сырттай қарағанда кәдімгі отбасы сияқты еді. Бірақ іштерінде әрдайым бір қорқыныш өмір сүретін. Ол қорқыныш ешқайда кеткен жоқ. Бір күні кешке Еркін Арманды далаға шақырды. Ұзақ үнсіз отырды. Сосын: «Сендерді ақтай алмаймын», деді. Арман үндемеді. Бірақ болған нәрсе болды. Тағы үнсіздік. «Енді балаларым үшін дұрыс өмір сүріңдер». Бұл Еркіннің кешірімге ең жақын сөз еді. Арман сол түні алғаш рет ішіндегі ауыр жүктің аздап жеңілдегенін сезді. Бірақ тағдыр әлі соңғы сөзін айтпаған еді. Кейде ата-ана өткен өмірінің ауырлығын өзінде көтереді. Бірақ сол ауырлық ең алдымен баланың тағдырына әсер етеді. Уақыт өз ағысымен өтіп жатты. Айгүл мен Арман енді ауыл өміріне біртіндеп үйреніп қалғандай еді. Бірақ ішкі тыныштық әлі де жоқ. Әр түн ой, әр таң уайым. Нұрсұлтан мен Данияр тез өсіп жатты. Нұрсұлтан сабырлы, ойланып сөйлейтін бала. Кітапқа жақын. Мектепте ұстаздары оны мақтайтын. Өте ақылды бала. Данияр керісінше белсенді, жүгіріп жүреді. Саудаға, ақшаға бейім. Екі мінез, екі әлем. Бірақ екеуі бір-біріне жақын болды. Айгүл сырттай қарағанда сабырлы көрінетін. Бірақ ішінде әрдайым бір ой жүретін. Мен балаларымды дұрыс өмірге жеткізіп жатырмын ба? Кейде ол түнде оянып кетіп, ұлдарының бетіне ұзақ қарап отыратын. «Сендер бақытты болыңдаршы», деп сыбырлайтын. Арман енді толықтай жұмысқа кіріп кеткен. Қалада құрылыс, ауылда шаруашылық. Екі жақта жүретін болды. Кейде бірнеше күн үйде болмайтын. Сол кезде Айгүл өзін жалғыз сезінетін. Ауыл адамдары ұмытқан жоқ, бірақ уақыт өте өсек азайды. Енді оларды көргенде жай ғана қарап өтетін болды. Бірақ ішкі пікір өзгермеген. Солар ғой. Қалай өмір сүріп жүр екен? Айгүл бұған үйреніп кеткен. Бір күні Нұрсұлтан мектептен келіп: «Анашым, неге біз туралы кей адамдар басқаша қарайды?» деп сұрады. Айгүл сәл тосылып қалды. Сосын жай ғана айтты: «Әр адамның өз ойы бар, балам. Бірақ біз жаман емеспіз ғой». Бұл сұрақ Айгүлдің жүрегін ауыртты. «Жоқ, сендер жақсысыңдар». Данияр кішкентайынан пысық болды. Бір күні базарда біреудің жұмысын көріп: «Мен де ақша табам», деді. Арман күліп: «Әлі кішкентайсың». Бірақ ішінен Даниярдың болашағы мықты болатынын сезді. Кей кештерде бәрі бірге отыратын, шай ішеді, балалар әңгіме айтады. Сол сәттерде Айгүл өзін аз уақытқа бақытты сезінетін. Бірақ бұл бақыт әрдайым қысқа болатын. Бір күні Нұрсұлтан мектепте есінен танып қалды. Ұстаздары хабарласты. Айгүл шошып кетті. Ауруханаға жүгірді. Дәрігер тексерді. Ұзақ үнсіздік. Айгүлдің жүрегі тоқтап қалғандай болды. Баланың иммунитеті әлсіз, стресс әсер еткен болуы мүмкін. Айгүл демін ішіне тартты. Стресс? Сол күні үйге келгенде Айгүл ұзақ жылады. «Мен балаларымды дұрыс қорғай алмай жүрмін бе?» Арман оны тыныштандырды. «Бәрі жақсы болады». Бірақ өзі де сенімсіз еді. Нұрсұлтан бір күні: «Анашым, біз неге кейде өмір сүреміз?» деді. Айгүл үнсіз қалды. Себебі бұл сұраққа оңай жауап жоқ еді. Өмір кейде әртүрлі болады. Уақыт өте туыстар қайта жақындай бастады. Бірақ бәрі сақ. Сенім толық емес. Айгүл соны сезетін, бірақ бәрібір төзіп жүрді. Арман бір күні кешке: «Біз балаларға дұрыс өмір бере алмай жүрміз бе?» деді. Айгүл жауап бермеді. Өйткені өзі де осыны ойлап жүрген. Айгүл терезеге қарап отырды. «Біз бәрін бастан өткердік. Бірақ балаларымызға не қалды?» Сол сәтте ішіндегі қорқыныш күшейді. Өйткені ол сезді. Тағдырдың ең ауыр бөлігі әлі алда еді. Кейде ең ауыр сынақ бақыттан кейін келеді. Адам оны бірден түсінбей қалады. Айгүлдің үшінші жүктілігі басталғанда үй ішінде біртүрлі тыныштық орнады. Бұл жолы ешкім қатты қуанған жоқ. Ешкім қатты қорыққан да жоқ. Тек үнсіз қабылдады. Өйткені өмір оларды
бұрынғыдай жеңіл сезіндірмейтін. Айгүл бұл жүктілікті ауыр өткізді. Көбірек шаршады, көбірек ойланды, көбірек үнсіз қалды. Кейде терезеге қарап ұзақ отыратын. Бәрі жақсы болады, деп өзін жұбататын. Бірақ жүрегінің бір түкпірінде белгісіз қорқыныш болды. Күздің басы, жаңбырлы күн. Айгүл қайтадан ауруханаға түсті. Бұл жолы бәрі тыныш өтті, бірақ дәрігерлердің жүзінде бұрынғыдай жеңілдік жоқ еді. Қыз бала, деді медбике. Айгүл алғашында күлімсіреді. Қыз бала деген сөз жүрегін жылытты. Бірақ келесі секундта дәрігердің үнсіздігі сезілді. Дәрігер ұзақ қарап тұрды, сосын баяу айтты. Баланың дамуында кейбір ауытқулар болуы мүмкін. Толық тексеру керек. Айгүлдің құлағы шулап кетті. Қалай? Арман орнында қатып қалды. Үйге келгенде бәрі өзгергендей еді. Бала тыныш, өте тыныш. Көп жыламайды, көп күлмейді. Айгүл оны құшағына алғанда жүрегі ауыратын. Менің қызым. Айлар өтті, сөздер расталды. Дәрігерлер диагноз қойды. Психологиялық даму ауытқуы. Айгүл ол сөзді естігенде үнсіз қалды. Сосын бөлмеге кіріп, есікті жапты. Сол күні ұзақ жылады. Арман сырттай сабырлы болды, бірақ ішінен күйреп бара жатты. Неге бізге осылай болды? Бұл сұрақты ол ешкімге айтпады. Ауылда бұл жаңалық тез тарады. Кенжесі ауытқумен туған екен. Бұрынғы жағдайдың салдары шығар. Айгүл бәрін еститін, бірақ жауап бермейтін. Қыздың атын Аружан деп қойды. Айгүл оны ерекше жақсы көрді. Өйткені ол ең әлсіз болса да, ең қымбат еді. Аружан басқа балалардан бөлек дамыды. Жай жүрмейді, жай сөйлеспейді. Айгүл лет күн сайын онымен жұмыс істейтін. Сабыр, сабыр, сабыр. Айгүл кей түндері өзін кінәлайтын. Мүмкін менің қателігім шығар. Арман оны құшақтап, өзіңді жеме. Бірақ екеуі де ішінен жауап іздейтін. Нұрсұлтан мен Данияр кішкентай қарындасын жақсы көрді. Бірақ олар да түсінбейтін. Нұрсұлтан кейде, неге ол біз сияқты емес, деп сұрайтын. Айгүл жауап бермей жылайтын. Үй бұрынғыдай емес еді. Көбірек үнсіздік, көбірек шаршау, көбірек ой. Бірақ сонымен бірге бір нәрсе өзгерді. Бір-біріне деген бауырмалдық күшейді. Бір күні Арман, мен жұмысымды көбейтем деді. Сен шаршайсың, бірақ басқа жол жоқ. Айгүл бәріне төзіп жүрді. Баласына, үйіне, өз тағдырына. Бірақ кейде ішінен бір ой өтетін. Неге бізге осынша сынақ берілді? Бір кеште Аружан жыламай отырды, үнсіз. Айгүл оны құшақтап, қызым, деді. Сол сәтте жүрек ауырды, өйткені бұл бала оның ең үлкен сынақ еді. Сол түні Айгүл терезеге қарап ұзақ отырды. Үй іші тыныш. Балалар ұйықтап жатыр. Арман шаршаған, ал ол жалғыз ойда. Біз бәрін бастан өткердік, бірақ енді бұл өмірдің салдары басталды. Сол сәтте ол сезді, бұл тек бастамасы ғана еді. Өйткені ең ауыр кезең әлі алда болатын. Адам бәріне үйренем деп ойлайды, бірақ кей ауыр тағдырға үйрену мүмкін емес. Аружан өсіп келе жатты, бірақ оның әлемі басқа еді. Басқа балаларда емес, басқа ойлау, басқа реакция. Кейде мүлде үнсіз отыратын, кейде күтпеген жерден айқайлап жіберетін. Айгүл соған үйренуге тырысты, бірақ жүрек бәрібір ауыратын. Айгүлдің күні таңнан басталатын. Аружанға ерекше күтім. Нұрсұлтан мен Даниярға қарау. Үй шаруасы. Өзіне уақыт жоқ. Кейде кешке дейін отырмайды. Арман жұмысты көбертті. Үйге сирек келетін болды. Бірге отырған сәт азайды. Айгүл мұны сезетін, бірақ үндемейтін. Өйткені екеуі де шаршаған. Бір үйде тұрса да, араларында үнсіз қашықтық пайда болды. Кешкі шай азайды, әңгіме азайды. Көңіл күй жоқ. Нұрсұлтан мектепте жақсы оқыды. Мұғалімдер мақтайтын. Болашағы бар бала. Ол әкесіне ұқсаған, бірақ ішкі әлемі терең еді.
Данияр керісінше көшенің баласы сияқты болды. Тез сөйлейді, тез ашыланады, тез шешім қабылдайды. Арман оны жиі ұрсатын. Сабыр керек. Аружан көбіне өз әлемінде болатын. Бір нүктеге қарап ұзақ отырады. Кейде күледі, кейде жылайды. Айгүл оны құшақтап ұзақ отыратын. Мен сені түсінем, деп сыбырлайтын. Уақыт өтсе де ауыл ұмытпайды. Сол отбасы ғой. Балалар әртүрлі. Құдайдың жазасы шығар. Айгүл естігенде ішінен сынып кететін. Бірақ сыртқа көрсетпейтін. Бір түнде Аружан қатты айқайлап оянды. Бәрі шошып кетті. Айгүл оны тыныштандыра алмады. Арман келіп көмектесті. Бірақ бала ұзақ тынышталмады. Сол түні Нұрсұлтан: «Анашым, қарындасың неге біз сияқты емес?» деп сұрады. Айгүл ұзақ үнсіз қалды. Сосын ғана: «Ол ерекше», деді. Айгүл кейде шаршайтын, өте шаршайтын, бірақ тоқтай алмайтын. Өйткені бәрі соның мойнында сияқты. Арман бір күні түнде: «Бәлкім біз басында қате жасадық па?» деді. Айгүл бірден жауап бермеді. Сосын ғана: «Енді оны өзгерте алмаймыз». Сырттан қараған адам бұл отбасын бақытты дер еді. Үлкен ұлы болашақ тіс дәрігері. Екінші ұлы кәсіпкер. Үйі бар, тұрақты табысы бар. Бірақ ешкім ішкі әлемдерін көрмейтін. Балалары өссе де, Айгүлдің ішіндегі қорқыныш жоғалмады.
Кейде ол Аружанға қарап отырып, неге дәл осы бала деп ойлайтын. Сосын өзін кінәлайтын. Арман да жиі ойланып кететін, әсіресе ұлдарының жетістігін көргенде. Өйткені кейде оған өмір екінші мүмкіндік бергендей көрінетін. Ал кейде өткеннің көлеңкесі қайта оралатын. Бір кеште Нұрсұлтан ата-анасына күтпеген сұрақ қойды. Әке, ана, сіздердің махаббаттарыңыз қалай басталды? Үй іші үнсіз қалды. Арман мен Айгүл бір-біріне қарады. Бұл сұрақтан екеуі де қорқатын. Айгүл күлімсіреген болды. Ұзақ әңгіме балам. Бірақ сол түні ол ұйықтай алмады. Өйткені балалары өскен сайын, өткен өмірдің құпиясын жасыру қиындай түсетін. Аружан 15 жасқа толды. Сол күні бүкіл отбасы жиналды. Нұрсұлтан келді, Данияр келді. Ата әжесі де келді. Үстел басында бәрі күліп отырды. Сырттай бәрі тамаша еді. Бірақ Айгүл кенет қызына қарап отырып, жылап жіберді. Неге жылады? Ешкім түсінбеді. Тек Арман түсінді. Өйткені ол да дәл сол нәрсені ойлап отырған. Егер өмір басқаша болғанда, Аружанның тағдыры басқаша болар ма еді? Бұл сұрақтың жауабы жоқ еді. Ешқандай дәрігер, ешқандай ғалым, ешқандай адам нақты жауап бере алмайтын. Бірақ бұл сұрақ екеуінің жүрегінде өмір бойы қалды. Жылдар өте бастады. Арманның шашына ақ түсті. Айгүлдің жүзіне әжім түсті. Балалар өз өмірімен кетті. Бірақ Аружан әлі олардың жанында еді. Бір күні кешке Арман мен Айгүл аулада жалғыз отырды. Күн батып бара жатқан. Арман ақырын ғана: егер уақыт артқа қайтса, сен не істер едің? Деп сұрады. Айгүл ұзақ үнсіз қалды. Өте ұзақ. Сосын көзіне жас алып, білмеймін, деді. Өйткені бұл сұраққа шынайы жауап беру мүмкін емес еді. Сол кеште екеуі де бір нәрсені түсінді. Өмірде кей таңдаулардың дұрыс не бұрыс екенін уақыттың өзі ғана көрсетеді. Ал кей таңдаулардың салдары бүкіл ғұмыр бойы бірге жүреді. Кей құпияны адам бөтеннен емес, өз балаларынан жасырады. Өйткені ең ауыр сот туған балаңның көзқарасы. Аружанның 15 жасқа толғаннан кейін өмір бұрынғы арнасына түскендей болды. Нұрсұлтан қалада өз клиникасында жұмыс істейтін. Жас болса да жақсы маман атанып үлгерді. Науқастар оны жақсы көретін. Өйткені ол тек емдемейтін, тыңдайтын, түсінетін. Ал Даниярдың кәсібі өсіп жатты. Бір дүкен 2-ге айналды. 2 дүкен 4-ге айналды. Уақыт өте ол ауданға белгілі кәсіпкерлердің қатарына қосылды. Туыстар бұрынғыдай сыбырламайтын болды. Енді балалары қандай жақсы шыққан дейтін. Бірақ бұл сөздерді естіген сайын Айгүлдің жүрегі шым ете қалатын. Өйткені адамдар тек сыртқы көріністі көретін. Аружан есейсе де ерекше күтімді қажет ететін. Ол кейде балаша қуанып кететін. Кейде бірнеше күн ешкіммен сөйлеспей қоятын. Айгүл оған бұрынғыдан да жақын болды. Бір күні Нұрсұлтан анасын оңаша шақырды. Анашым, сізден бір нәрсе сұрайыншы? Айгүл бірден қобалжыды. Не болды? Біздің әулетте бұрын бір үлкен оқиға болған ба? Айгүлдің жүрегі зу ете қалды. Неге сұрап тұрсың? Адамдар кейде бір түрлі сөйлейді. Қандай адамдар? Ауылдағы үлкендер. Айгүл үнсіз қалды. Соңғы 20 жыл бойы қорқу жүрген сұрақ ақыры есікті қағып тұрғандай еді. Сол күндері Еркін қатты сырқаттанып қалды. Жасы келген, денсаулығы әлсіреген. Бір күні ол Арманды шақырды. Екеуі аулада ұзақ отырды. Балам, Арман үнсіз тыңдап отыр. Мен саған көп ренжідім. Арман басын төмен түсірді. Білемін, әке. Бірақ қазір түсіндім. Ұзақ үнсіздік болды. Адам өткенді өзгерте алмайды екен. Арманның көзіне жас келді. Өмірінде алғаш рет Еркін баласының иығына қолын қойды. Қалған өміріңді өкінішпен өткізбе. Бұл сөз Арман үшін бәрінен қымбат еді. Өйткені ол бұл сөзді 20 жылдан астам күткен. Айгүлдің бір ғана арманы қалды. Балаларының бақытты болғанын көру. Басқа ештеңе емес, байлық емес, атақ емес, тек балаларының тыныштығы. Бірақ тағдыр тағы да тыныш қалмады. Бір күні Данияр ауылдағы бір қариядан күтпеген әңгімені естіп қалды. Қария оның кім екенін білмеген. Бұрын бұл ауылда бір үлкен дау болған. Сөйтіп баяғы оқиғаны айта бастаған. Алғашында Данияр мән бермеді, бірақ кейбір деректер таныс көрінді. Өте таныс. Сол түні ол ұзақ ойланып шықты. Бірнеше аптадан кейін ол анасынан тағы сұрады. Анашым, біздің отбасы туралы айтпай жүрген нәрсе бар ма?
Айгүлдің қолындағы шай кесесі дірілдеп кетті. Ол дәл осы күннен қорқатын. Сол түні ерлі зайыптылар ұзақ сөйлесті. Айтатын уақыт келді ме? Білмейін. Олар бәрібір бір күні біледі. Айгүл үнсіз жылады. Өйткені ол балаларының көзіндегі құрмет жоғалып кете ме деп қорқатын. Сол кезде Аружан бөлмеде сурет салып отырған. Ештемеден хабар жоқ. Өз әлемінде. Айгүл қызына қарап отырып: «Қандай жағдай болса да, мен сендерді жақсы көрем», деді ішінен. Бір жағында шындық, екінші жағында тыныштық. Қайсысын таңдау керек? Арман да, Айгүл де жауап таба алмайды. Келесі күні Данияр тағы келді. Бұл жолы жүзі өте салмақты еді. «Әке, ана, маған шындық керек». Үй іші үнсіз қалды. Арман мен Айгүл бір-біріне қарады. 20 жылдан астам уақыт жасырылған құпия ақыр ашылуға жақын еді. Кейбір құпиялар ондаған жыл сақталады, бірақ олар ашылған күні қайтадан бүкіл жараны тірілтеді. Кешкі уақыт еді. Үй ішінде ауыр тыныштық орнаған. Данияр ата-анасының алдында отыр. Нұрсұлтан да келген. Ол да біртүрлі жағдай болатынын сезіп отыр. Айгүлдің қолдалары дірілдейді. Арман терезе жаққа қарап үнсіз тұр. Данияр бірінші болып сөйледі: «Әке, ана, мен сендерді ренжіткім келмейді». Ешкім жауап бермеді. Бірақ ауылда естіген әңгімелер маза бермей жүр. Айгүлдің жүрегі қысылып кетті. Бірнеше минут ешкім сөйлемеді. Тек қабырға сағатының тықылы ғана естіледі. Сосын Арман ауыр күрсінді: «Білгілерің келсе, тыңдаңдар». Арман баяу сөйлей бастады. Қалай танысқанын, қалай бір үйде тұрғандарын, қалай сезім пайда болғанын, қалай бәріне қарсы шығып кеткендерін. Айгүл көз жасын тия алмады. Өйткені ол оқиғаларды қайта еске алу әлде ауыр еді. Әңгіме аяқталғанда үй іші тып-тыныш болып қалды. Нұрсұлтан басын төмен түсіріп отыр. Данияр терең ойға кеткен. Екеуі де мұндай шындық күтпеген. Бірінші болып Нұрсұлтан сөйледі: «Сонда бәрі рас па?» Арман басын изеді. «Иә». Айгүл көз жасын сүртті. Данияр орнынан тұрып кетті. «Неге айтпадыңдар?» Ешкім жауап бере алмады. «Біз өмір бойы басқа нәрсе деп жүрдік қой». Оның даусында реніш бар еді, бірақ жек көру жоқ болатын. Айгүл жылап жіберді. «Біз сендерді жоғалтып аламыз ба деп қорықтық». Бұл сөзден кейін бәрі қайта үнсіз қалды. Біраздан кейін Нұрсұлтан ақырын ғана: «Аружанның жағдайы соған байланысты ма?» Міне, дәл осы сұрақтан ата-анасы ең қатты қорқатын. Арман ұзақ үнсіз отырды. Сосын: «Біз нақты білмейміз. Бірақ өмір бойы сол сұрақпен өмір сүрдік». Данияр ашуын басуға тырысты. Ол ата-анасына қарады. Жастық шақтағы қателікті емес. 20 жылдан астам уақыт бойы оның қамын жеген адамдарды көрді. Арманға әкесі айтқан сөз ойына оралды: «Өткенді өзгерте алмайсың, бірақ қалған өміріңді қалай өткізетінің өз қолында». Сол сөз қазір бұрынғыдан да маңызды болып көрінді. Сол кезде бөлмеге Аружан кірді. Қолында суреті бар. Ол ештеңе түсінбейді, тек бәрінің көңілсіз отырғанын байқады. «Анашым». Айгүл бірден қызын құшақтап алды. Көз жасы тағы ақты. Бірнеше күннен кейін Нұрсұлтан қайта келді. Бұл жолы сабырлы еді. Ол анасының жанына отырып: «Мен дәрігермін. Көп нәрсе көрдім. Адам өмірінде түрлі жағдай болады». Айгүл үнсіз тыңдап отыр. «Сендер қателескен шығарсыңдар. Бірақ бізді жақсы көрдіңдер. Мен үшін маңыздысы сол». Айгүл жылап жіберді. Даниярға көбірек уақыт керек болды. Бірақ ол да ақыры түсінді. Бір күні әкесіне келіп: «Мен ренжідім». Арман үнсіз тыңдады. «Бірақ сен бәрібір менің әкемсің». Сол сәтте Арман көз жасын ұстай алмады. Шындық айтылды. Бірақ барлық ауырлық жоғалып кеткен жоқ. Кей сұрақ жауапсыз қалды. Кей өкініш өмір бойы бірге жүреді. Сол түні Айгүл терезеге қарап отырды. Жылдар бұрын дәл осылай отырғаны есіне түсті. Тек ол кезде жас қыз еді. Ал қазір 3 баланың анасы. Өмірдің талай дауылын көрген әйел. Ол бір нәрсені анық түсінді. Махаббат адамға күш береді. Бірақ әр таңдаудың өз салдары болады. Кей салдар бір күнге созылады. Кей салдар бүкіл өмірге. Жылдар өте берді. Нұрсұлтан жақсы дәрігер болды.
Данияр кәсібін кеңейтті. Аружан ата-анасының жанында қала берді. Арман мен Айгүл қартайды. Бірақ қандай сынақ көрсе де отбасы болып қалды. Ауыл адамдары бұл оқиғаны әртүрлі бағалады. Біреулер айыптады, біреулер аяды. Біреулер түсінуге тырысты. Ал шындықты толық білетін адамдар өте аз еді. Өйткені бұл оқиға ең алдымен махаббат туралы емес. Бұл таңдау, жауапкершілік және сол таңдаумен өмір бойы өмір сүру туралы оқиға еді.